Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын, духовкада пісетін пирожкиді бірге дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, бір жасағаннан-ақ осылай керемет болып шығатын болады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісіне басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті қазақ тілінде таба аласыздар. Ең алдымен біз табағымызға тұзымызды салып, оның үстінен қантымызды саламыз. Және ашытқымызды салып, жылы сүтімізбен жылы суымызды құйып алатын боламыз. Сәл ғана араластырамыз, венчикпен немесе шанышқының көмегімен араластырып, бетіні жауып 3 минутқа қойып қоямыз. 3 минуттан соң ашытқымыз осылай көтеріліп шығады. Тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстінен жұмыртқамызды жарып салып, және сұйық майымызды құйып, біркелкі болғанша тағы да жақсылап араластырамыз. Енді оның үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Менде төменде барлығының мөлшері описанияда жазылған, сол жерден қарай аласыздар. Қамырымыз осылай жұп-жұмсақ болуы қажет, яғни қолға жабысар, жабыспас болады. Қатты болып қалмауы керек. Табағымызға азғантай өсімдік майын салып, осылай жағып, қамырымызды салып, бетіні жауып, 40 минутқа қойып қоямыз, яғни қамырымыз көтеріліп шығуы қажет. Біз оған дейін арасына салатын салмамызды дайындап аламыз. Бізге 2 жуа, 2 сәбіз және орам жапырақ қажет болады. Ең алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп алатын боламыз. Не осылай жұп-жұқа етіп өткізіп алдым. Енді орам жапырақты ұзындау, жіңішкелеу етіп турайтын боламыз. Мен осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Сонда турауға оңай болады. Сәбізбен орам жапырақты бірге үстінен тұз, 2 қасық паприка, қара бұрыш және қызыл бұрыш салдым. Енді сәл ғана араластырып жіберетін боламыз. Қызып тұрған сковородкаға мен азғантай өсімдік майыны осылай құйып алдым. Оның үстінен жуамызды салып, сарғыш түске кіргенше қуыра бастаймыз. Не жуамыз сарғыш түске кірді. Оның үстінен мен 2 шай қасықта осылай томат салып алдым. Енді сәл ғана араластырып, үстінен жаңағы сәбізімізбен орам жапырағымызды салып, қуыра бастаймыз. Мен 4-5 минуттай қуыратын боламын. 4-5 минуттан соң осылай орам жапырағымыз жұп-жұмсақ болып қалады. Енді бетіні жауып, төмен отта 15 минуттай бұқтырып қоятын боламыз. 15 минуттан соң орам жапырақтарымызды, яғни салмамызды ыдысқа салып, суытып қоямыз. Біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты достар. Қараңыздар, жұп-жұмсақ, өте керемет қамыр болды. Енді қамырымызды алып, жақсылап қолымызбен тағы да 2-3 рет осылай илеп аламыз. Ұзындау етіп, бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қамырдың көлеміні өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен осылай көз мөлшерімен кесіп шықтым. Қамырларымыздың барлығını кесіп шыққан соң, доп-домалақ етіп жасап шығатын боламыз. Қамырларымызды енді үстін тағы да жауып, 10 минуттай қойып қоямыз. Осылай жауып қоямыз. 10 минуттан соң қамырларымызды біреуден алып, оқтаудың көмегімен жайып аламын. Қамырымыз өте жұмсақ, жабыспайды. 1-2 рет осылай жайсаңыздар жеткілікті, қатты жұқа болып кетпесін. Оның үстінен 2 ас қасықтай салмаларымызды салып, осылай түйіп шығатын боламыз.
Барлық пирожкилерімізді осылай түйіп шығатын боламыз. Енді мен листке пергамент қағазын төсеп, осылай қойдым. Тағы да бетін жауып, достар, жарты сағат 40 минутқа қойып қоямыз. Міне осылай көтеріліп шықты. Оның үстінен жұмыртқаның сарысыны жағып 180 градуста 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирожкилеріміз дайын болды, достар. Өте жұмсақ, керемет, үлпілдек, арасындағы салмалары да мол болып, сулы болып шықты. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, төменде комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.